Вторые, поехали. И стоп. А ты где должна стоять? Ты за нуром должна стоять. Еще раз. И где каблук? Где корпус? И стоп. Поехали. И корпус, улыбка. Вы отдавайте раму создать. Пошли первые. Стоп. Что это такое? Красиво. И сюда же смотрим. Еще раз. Поехали. И стоп. Я что сказала, здесь идет вот прыжок. Красиво. И вот так, видите, акцент. Какой не знаю, каждый прыжок был, да? Какой красивый акцент должен. Еще раз поставим. Так, прыжка. Сидит битве, соны көрсету керек сендер. Ай, қасташын. Кет, и Верхина следующая. И стоп. Назым. Видим, кисаяма, блай. Ну-ка, давай сделаем. И раз. Нет. Еще раз. Давай. Вот так. Поехали одинаково. И раз. Вот так. Острачиваем. На зерке.
Вы тоже вторые назад. Асха. Пришли, стоим. И там, там, там. Стоп. Закончится? Я не вижу. Почему вы неправильно стоите? Не должен быть. Вот у вас нога должна быть. Раз, два, три. Тира. А у вас вот эта правая нога должна быть у вас. Поехали. Раз, два, три. Тира. А вы стоите вот так. Дальше. Ранур Кутсибян. Еще раз. Отырамыз. Бери кружки. Как ты топтала? Раз, два, три. И начинаешь. И красиво уходим. Біздің Ақбота өнер орталығының оқушылары жеке-жеке осылай би элементтерін үйренеді.
Mine Nazım men Arужан қазір жеке жұмыс жасап жатыр. Нормально пересек, трапляться. Ничего смешного. Назарет не использует. Слушай, почему? Тағы да қыздар, жаңағыдай қатарға тұрып істеңдер. Мына жерде Дария, Айлы, Еркеназ, Қарақат, Асел, Айкен өздері жеке би элементтерін қайталауда. Мына жерде Нұрым, Аружан, Назым үшеуі би элементтерін қайталауда. Жалғас Сапарбековна қателіктермен жұмыс жасауда. Раз, два, четко стамала. Раз, два. Что трудного? Все. Раз, два. Все наши на полном сделал наши. Не манал, Аружан. Дария мен Қарақат молодец, қыздарға үйретуде. Асел, Айлы, Айкен, Еркеназ. Бізде жаңадан келген оқушылар оларға би элементтерін үйретуде. Достар, Ақбота өнер мектебі Алматы қаласында ұйымдастырылған Республикалық жібек жолы өнер байқауынан хореография номинациясы бойынша бас жүлде және де екінші орын иеленді. Және де актер шеберлігі сахналық қойылым номинациясы бойынша бірінші және екінші орындарды иелендік. Ақбота өнер мектебі. Міне біздің қыздарымыз дайын, оқушыларымыз. Әрбір қатысушыға сәттілік тілейміз.
актерлық шеберлік, дәстүрлі ән, аспаптық жағы, домбыра және де эстрадалық вокал жанрлары бойынша өз өнерлерін көрсететін болады. Алғашқы болып бастайтын хореография жанры бойынша бізде алда хореография жанры бойынша Әділқазы алқасы, Қазақстан Республикасының қоғам қайраткері, өнер тану ғылымдарының магистрі, Қазақ қыздар ұлттық педагогикалық университетінің аға ұстазы, Қазақстан хореография қоғамының мүшесі Айдар Қанбеков Елдос Алибекович мырза. Шымкент қаласы жетекшісі Қасымова Ұлжалғас, дирижер бейімен. Давай.
сыр елі жыр елінен келіп жатқан, Қызылорда қаласы, Қызылорда облысынан келіп жатқан қатысушыларға алғысымыз шексіз. Әулие жерінен, Тараздан келіп жатқан қатысушылар, сіздерге де мың алғыс. Алматы, Шымкент, Алматы облысына сіздерге де байқауға келіп қатысқандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді құрметті әріптестер, ең бірінші сіздер өз елдеріңізге жеткен кезде балдарды тәртіпке үйретуді сіздерден үлкен ұсыныс ретінде ансамбльді командалық жұмыспен жұмыс жасауды, соны дұрыс дәріптеуді сіздерге аманат етемін. Аманатқа қиянат жасамай, бұл конкурста емес, тағы да басқа конкурстарда болатын кезде өздеріңіздің ансамбльдің ішкі тәртіптеріне бағынуды үйретіңіздер. Бағалау өте қиын болды. Құрметті ата-аналар, құрметті көрермендер, сондықтан да бір балл жетпегендердің барлығын көтердік, өйткені біздің қазақ өнерінің би өнерін дәріптеп жүрген сіздер, оны ата-аналар апарып жүргендеріңізге сіздерге мың алғысымызды білдіреміз. Қазақтың ұлттық би өнері, қазақтың ұлттық домбырасы, қазақтың ұлттық дәстүрі, қазақтың ұлттық актерлік шеберлігі дами берсін. Кім біледі, ертең осының арасынан мықты әнші, мықты биші, мықты күйші барына. Сондықтан да кішкентай өнерін бастап келе жатқан бүлдіршіндерге тек қана бір Алланың көзі түзу болып, ақ жол болсын деген ізгі тілегімді білдіргім келеді. Құрметті әріптестер, енді сіздерге ұсыныс ретінде, егер де сіз биді қоятын болсаңыз, бидің лексикасын дұрыстаңыздар, бидің би қойылымын дұрыстаңыздар, биде беретін бір мән мағына болу керек, сол жағын реттеңіздер. Егер сіз эстрадалық би алып келетін болсаңыз, оны флешмоб бағытында бір ғана орынды қатырып қоймай, оны бірнеше рисункаға, бірнеше эпизодтарға бөліп, сондай керемет дүниелерді жасап келіңіздер, сіздерге осы ұсыныс ретінде айтқым келеді. Және де біздің арамызда жас мамандар бар екен. Музыканы балдарды тыңдауға, сахнада жүріп тұруға, аяқ қол позиция Менің сыныптасым, маған физика, ауа тасып су. Менің сыныптасым, математика, бөлу қосып алу. Мектепке дәптер алады, ептерке ел онда кіргізбей. Менің сыныптасым, сен үшін істей, сен үшін істей. Менің сыныптасым, сен үшін істей, сен үшін істей. Мені тыңдайды. Жақында ұстаздар мен келе жатыр. Соған апаға сыйлық жасап, қалай қарайсыңдар? Иә, жақсысыңыз. Сыйласақ сыйлайық. Несі бар? Олай болса, неше теңгеден жинаймыз? Нешеден болғанда сыйлықтың бағасына қарай көреміз ғой оны. Олай болса, не сыйлық алатынымызды мен айтамын. Бәріміз бірге ақылдасып таңдайық сыйлықты. Иә, дұрыс айтады. Бірге ақылдасып таңдаймыз. Мен таңдаймын деген болмайды. Қойшы, бір адам өзі таңдай берсін. Бәрі таңдаса өртеп кетеді. Бәріміз бірге ақша жинаған соң, бәріміз бірге таңдау керекпіз. Болмайды олай. Қойындаршы, миды асытпай. Араласып отырсай сенде, кісі болып отыра бермей. Соны айтақ, директор болатын болса болды ма? Өзінше санайды. Не дейсің? Естімей тұрсын ба? Араласып отырсай, апайға сыйлаймыз деп отырмыз. Өзінше оңай қосып отырсай, бәріне сый отырсын ғой. Керек болса, өздерің сыйлай беріңдер. Ерке бала, тыңда беріп. Сен директордың баласы болсаң да, ханның баласы болсаң да, бәрібір оқушысың. Соны ұмытпа, соғыр. Аузыңа байқап сөйле. Ұстаз болса, өзінің міндеті, өзінің жұмысы. Қойшы, Назерке, не қыласың оны? Отырса, отыра бер. Бізді таныстың деп отырма. Өзіміз-ақ сыйлық жасаймыз. Неге олай майраланып тұрсың? Білсең, өзіміздің шын ниетімізде сыйлаймыз сыйлықты. Қосылмасаң, қосылмаймын деп айт. Өзінше болмайды. Сен сақ сыйлаймыз сыйлықты. Ақмақтар, білгендерін істеңдерші. Не деп тұрсың? Бір айттым, екі айттым. Қоймайсың ба? Алдыға келіп ал. Отырыңдар. Ой, апай, өздеріңдермен шулай берем.
Мен келгенше тыныш отырсыңдар болады ғой сол. Сол ғой, өмір тынышталмайды ғой бұлар. Не оқып қатырмайды, не кейін, не оқып қатырмайды, не тыныш отырмайды. Кейін мектеп бітірген соң, ұялмай осы мектепте оқығаным дейді ғой. Қойшы, ақылды болмай. Кім дайын сабаққа? Мынау дайын сияқты ғой. Осыдан тұра берсеңіз. Кетші бар. Сен шықшы тақтаға. Мен ба? Я, сен. Шықпаймын. Шық дедім тақтаға. Шықпаймын. Дайын емеспін. Онда 2 сағат. Директордың баласына 2 қоятын дәрежеге жетіп қалдыңыз ба? Сен не деп тұрсың? Мұғалім сыйлауды білмейсің бе? Саламатсыңдар ма оқушылар? Саламатсыз апай? Сіздерге есік қағып кіруді үйретпеген ма директор мырза? Жоқ, кешіріңіз. Біз жай сабақтар тексеріп жүрген едік. Әлде директор завуч болсаңыздар болды ма? Кешіріңіз, айып етпеңіздер. Менде қазір сабақ уақыты сыныпты босатыңыздар. Кешіріңіз. Сабақтарын жалғастырайық. Отырыңдар. Ал директордың баласы. Сабақ айтамыз ба? Балалар, естеріңде болсын. Ұстаздың алдында хан да бір, қара да бір. Осыны ұмытпаңдар. Айтпақшы, бүгін барлықтарыңды ерте жібереміз. Өйткені түс қайта болатын сендікке ертерек келіп керексіңдер. Шыға беріңдер. Сау болыңыз, апай. Сау болыңыз. Жақсы сабағыңыз, апай. Апай, кешіріңіз. Енді айта алмайды. Енді бұдай нәрсені қайталап. Сау. Қалайсыз, апай? Ағай келдіңіздер ма? Ұрыспайсыз ба? Ой, қойыңызшы. Ағай сізден ыңғайсыз болып қалған жоқ па? Жоқ, керісінше бұл әдісіміз қайта дұрыс болды. Баламның тәрбиесі бұзылған енді байқадым. Ой, сізде сол нәрсені балаңызға айтып түсіндірсеңіз де болар еді ғой. Сіз маған ортаңғы саусағыңыз көрсетіңізші. Жай ма? Көрсетсеңізші. Ал. Міне, көрдіңіздер ме? Сіз осыншама жасқа келіп тұрып, менің айтқанымды емес, көрсеткенімді істеп отырсыз. Бала да сондай. Балаға айтып тәрбие бергеннен гөрі, көрсете отырып тәрбие беру керек. Мә, ағай, риза болдым сізге. Мойындадым сізде. Мойындадым? Жоқ, олай емес. Қалай айтсам болады әлгі. Қаншасы айтушы еді ғой. Таптым, потолоксыз, потолок. Ой, қой сенде, жас бала сен. Енді көңіл жаспай баса келсе. Қой әріптестер, оданша барып бірге түстенейік. Бірінші өтепті ой балайшы. Сосын ойластырамыз. Жүріңіздер, жүріңіздер. Жүрсіздер, үрге бас. Не керек сендерге? Басымыз ауыртпаңдаршы. Сабыр қыздар, бір-бірімізді ренжітпейік. Не керек сендерге? Кешкісін сүйекті қайтпақ па, қыздар? Бізді қойып қашсыңдар сонда? Бірауыз өміріміз жасқырыз, болды емес па? Өзіңе қатты сенің сияқтысың қоя, байқаңдаршы, сенге үйі қалып кетпеңдер әйтсе. Кәне бұлай жасайық, әлемді бөліп алады. Ай сенікі, күн менікі. Қайдан мен кеше кеп осындай таныстыру көргенім
Болмаймыз да досым. Жігіттер, оны қойыңдар. Ақша табу керек болды ғой. Не істейміз? Не істегенде табу керек ақша? Жігіттер, ақшаны тез табу керек болып тұр. Ақша керек болып тұр ғой бәрімізге. Біреу сілкіп алу керек болды ғой. Соны айтсай, негізі басқа ойларың бар ма? Кім істейді? Жігіттер, ақшаны тез табу керек болып тұр. Сосын көп керек болып тұр. Онда осы жерде өткендерден спортивкама көрінді қамат бар жігіттер. Қалай? Сол болып тұрғанда. Жігіттер, бірінші кон келеді. Кетті. Қалайсың жағдай? Шүкір, жақсы. Тыныштық па жігіттер? Мен саған бір сұрақ қояйын. Бұлт болып, таяқ жеп, телефоныңнан, ақшаңнан айырыласың. Немесе жай ғана телефоныңды таяқ жемей тастап кетесің. Енді сен мені тыңда. Егер де сен менің 3 сұрағыма жауап берсең, мен саған еш ойланбастан телефонымды, ақшамды, бағалы заттарымды еш арыз жазбастан тастап кетемін. Давай. Қане, көрейік. Жігітсің бе? Жігіттің, көрмей тұрсың ба не? Қазақсың ба? Қазақпын ал. Мұсылмансың ба? Мұсылманмын, ачу күмәнің бар ма не? Жігітпін дейсің, неге әлсіздерді қорғамайсың? Қазақпын дейсің, қазаққа өз бауырынан осындай істеуші ме еді? Мұсылманмын дейсің, мұсылманға таң қасиеттерің қайда? Қопты бауыр, сөйле ренжіме. Басым істейма, неге жүре салдың? Алдымызға келіп тұрған еді ғой. Жігіттер, енді осындай тірлік жасап жүргендерін көрейін, менен аяушылық күтпеңдер. Көздің соғылығынан жүректің соғылығы жаман екен. Осы видеоға түсіру үшінші, суретке түсіру үшін. Іздейсің ғой бәрімізді, іздейсің. Тағына бір қыз келген жоқ әлі. Музыкамыз келмей жатыр ғой. Өздері музыкамен түсетін шығар. Şeberinde, olmadan birinde. Келіңдер. Бір жаққа жинайықта бір шетке. Арға қарай. Мен алындар.
Şu geri karaya öt. Ne baba? Ayağına. Ben ikinci gitmedim. Gel abi, çabuk in. Құдайға шүкір, жақсы бардық, жақсы қондық, ертесіне жақсылап, ерте тұрып, өзіміздің жаңағы немізге барып, дайындалып, бала шағалардың арқасында улап-шулап, Құдайға шүкір, жеңістерін алып қайтты. Керемет, күшті біздің балалар. Осындай биік шыңдардан көріне берсін, тек қана жақсылық тілеймін. Дендері сау болып, бұдан да жоғары нәтижелерге жете берсін, жеңістіктерге жетсін. Еліміз тыныш болсын, халқымыз аман болсын. Осы бала шағаларымыздың рахатын көрейік. Осы немерелердің қызықтарына тоймайық. Алла соны нәсіп етсін. Балаларымызды үлкен биік шыңдарға көрсетіп жатсыздар. Үлкен рахмет. Ақбота өнер орталығы өркендей берсін. Тек қана биік шыңдардан көріне беріңіздер. Рахмет үлкен. Алина да? Алина Вообще. Мишін ар, мишкамен ойнап жүр, кішкентай балалар алматын шылдап. Белеңдер. Яқтысында шашап тұр Молодец, Аяна апа. Бересіңдер, қолдардан. Шымадандар бұлай қарай, бересің бала. Кәл мамалар. Апа келді. Долға шығарамыз. Ayağına.